Bugün 2 Tamuz 2022 yıl. Әлі сол еңбек тауы, айлық жалақы. Бүгін 2 Тамыз, ереуілдің 2-ші күні жұмыс тұрғызғаным. Міне біздің жігіттер, темір жолшылар ағаш үй тігіп жатыр. Қазан. Пока бір ағаш үй тігеміз. Ассалаумағалейкум. Жігіттер палау пісіріп, менюдің басында ПЧ-12 меню дистанциясы ереуілде тұрған темір жол жұмысшылары обедтің мезгілінде палау пісіріп, қара сумен палау жеп жатыр жігіттер. Айтың ал, басталды. Ал бүгін ереуілдің 2-ші күні, 2 Тамыз 22 жыл жігіттер мұны айлық жалақысын талап етіп отыр көтерілген. Бүгін кешкі 5 болды, ешқандай өзгеріс болған жоқ. Қайта жағы басшылар жағы келеді, бірақ шешім қабылдап жатқан адам жоқ ол жерде. Сол жоғарыдағы Сауранбаевты шақырамыз, келіп айлық жалақымызды көтеріп, жұмысшылардың қайтадан жұмыс орнына, қайтадан жұмысқа шығып кетуін ойласа екен дейміз басшылар. Айлық жалақы көтерілсе, жігіттер жұмысқа шығамыз деп отыр. Сондықтан жігіттердің талабы не? Сондай. Біз, аналар, қазіргі таңда бейнеу станциясындағы темір жолшылардың ПЧ-12 мекемесінде ереуіл жариялап, айлық жалақысын 100% көтеруді талап етіп тұрған біздің отбасымызды асыраушы ер азаматтарымызбен біргеміз. Біз, аналар, ер азаматтарымызды заңды талаптарын орындауды талап етеміз. Халық бірдей болды ол кезде. Кім бірдей? Мен сенмен бірдеймін, сен менен артықсың. Мен сенмен бірдеймін. Сен менен артықсың ба? Асында мәшің бар ма? Жоқ. Мен жалаң аяқ жүрмін. Мен де жалаң аяқ жүрмін, сен жалаң аяқ жүрсің. Мына жоғарыдағылардың мына жерде қандай мәшін барын мініп жатқандарымыз білмейміз. Бізге керегі 100% ақша, болды басқа. Біздің мұқтаждығымыз жеткізіңізші. Қандай мұқтаждық? Жазып бер маған. Айлығымызды көтерсе біз тараймыз. Бізде қазақ енді еңбек етіп отыр, бізде жаман болсын демейміз қазақтың жеріне. Бірақ біз жалақыға келіп тұрмыз. Біз ештеңе бүлдірмейміз. 10 рет жаз, 100 рет жаз, 1000 рет жазғанда шешілуі мүмкін шығар мәселе. Bir жазғанда 10 жазғанда шешілуі, 1000 рет жазғанда шешілуі мүмкін. Қайдан білесің? Ағасы ол, шама келсе ол сөзіміз жеткізіңізші. Шама келсе біздің сөзіміз жеткізсін деп отыр. Жігіттер, мына кісі мен жерге келіп тұрған себебі, мына кісі 5 жылдан астам қозғат осы шаруаның бәрі. Сіздерден бұрын қозғат. Өзі пенсионер болса темір жол, ауған соғысының ардагер осы кісі көтерді, маслихатпен жазды. Ол сразу анжаққа жазғанда жетпей қалды болғаннан кейін, Шәке айтшы, инстанцияға бөлек-бөлек баспалдақпен жазды. Мен бар ғой. Мен осы жігіттер, сіздер әңгіме тыңдап білін. Осы жерден басында айтты ғой сөзінде. Вагонный депо, елші мекемесі көтеріп жатыр. Тоқ адамдар келіп тұр. Мен жаңа сайқым ба кім? Келіп тұр, карьері бар, жағдайы бар. Ай балдар шүкір етің сөйтеді. Бәрің ауызда бір ауыз сөз кілең. Айтып Оны мен біздің жағдайым теңестіру болмайды. Жоқ. Сен дүниямыздың бәрін жақсы, кім бауырым кешір. Сен Сахимен келеді, сен өзің салсың. Сахи өзінің ең жақ, тоқ адамдар келетін жағдай. Еңбегімен жетті ғой. Кім аш қазір? Кім аш? Кім аш? Жоқ, ашықты емес қой аға, ашықты емес та, жігіттер. Бізде баламыз оқытқымыз келеді та, біздің де балдарымыз студент та. Бізде пойызға суан сатып, әйеліміз арба сүйрейді та. Бізде енді қазақ елінде жүргізіп, біздің де ақшамызды көбейтті. Азғантай болса да. Biz köbeytip oturmadık. Hükümetke жеткіздің да сол сөз жеткізіңізші. Аш болуымыз керек. Аш емес.
Бірақ семьяға үңіл. Аш деп тұрғым, сол үшін айттым. Дұрыс, тұрады. Қазақтың семьясы ешкім үңілген жоқ қой. Үңіл қараса ол қиын болады. Шамарадан тон Қандай не дейді? Ана жігіт кісінің жағдайын айтты ғой. Кімнің жағдайын айтты? Сайқын, мен сайқын. Сақи деп айтады. Осы сөзді ағаш жеткізсеңіз бар ғой. Нұр үстіне нұр сізге бата беремін. Жоқ, бата сенде бата алмаймын. Сен немене кішісің ғой, сен маған бата бересің. Кіші де емес әңгіме. Ағаш кіші де емес әңгіме. Бәріне бата мен. Пайғамбарымыздың дінімізде бар. Адамның кіші үлкеніне қарамайды дінде. Халық ақ ниетмен біздің сөзіміз жеткіз аға. Халықтың жүзін бастап айтқан осы ең бастап айтқан. Сау болсын. Аға, төлеуде келеді. Сау болсын дегеніне жетіңіз. Аға.